Мен осы орталықта келген балалар аналарды шығарайын десем, тіпті автобусы да жоқ. Осыдан 15 жыл бұрын бір автобус берілген екен. Қазір өкпесін сүйреп жүрген машина, оның ішіне мен балаларды да кіргізе алмаймын. Өйткені жағдайы жоқ, ана қорқамын он бала. Ал балдарды бір жаққа шығарайын десем, сондай мысалы автобуста жоқ. Менің ана жүрегі бар жандар, меценаттар, көңіл бөліңіздерші осындай сұрауларға. Өйткені ол бана балдар үшін, балдарының сондай балдары бар деп күндіз түні соларды ойлап жүрген аналар үшін көп көмек. Көңілдері бөлініп, алдыңғы демалыста мешітке барғанда қанша ата-ана жүрегін, ол жерде имам кездесіп, оларменен сұхбат жүргізген. Мен ойлаймын, бара-бара мүмкін сондай адамдарды шақырып психологиялық көмек көрсетсек, ата-аналарға.